Футболда Қазақстан құрамасы тағы да ұлттар лигасында жеңілді. Бұл жолы Аустрия командасына қарсы ойында дым істей алмадық. 0-2 және бас бапкер Станислав Черчесов келгелі 5 ойын қатарынан жеңіске жете алмай келеміз. Бірінші ойын Норвегиямен тең, одан кейін қатарынан 4 матч жеңіліс. Бір қызығы, бір голда соққан жоқпыз. 5 ойында өз қақпамызға 10 гол жіберіп алдық. Не себеп болды? Неге біз қатарынан жеңіліс таптық? Жалпы біздің құрамаға не болды? Ендеше осы ойынды жүргізген комментатор ретінде бүгінгі Қазақстан-Аустрия матчына шолу жасаймын. Ендеше дәл қазір каналға тіркеле кетіңіз, ал біз бастаймыз. Модричтің пасы, Бенземаның басы, Рюдигердің көз жасы. Достар, Ерспорт YouTube арнасындағы әр видеоның шығарылуына менің достарым көмектеседі. Ендеше олардың сілтемесін комментарийге қалдырамын. Өтіп, әр ойынды қызықты етіп тамашалаңыз. Қайырлы түн, қайырлы күн, немесе қайырлы таң. Мен үшін қайырлы түн, өйткені мен жаңа ғана Қазақстан-Аустрия ойынын жүргізіп, міне келіп осы бір ойынға байланысты өз пікірімді білдіргім келіп отыр. Жалпы Станислав Черчесов әр ойын сайын біздің командада прогресс бар екенін айтады. Мен бұл жерде бір прогресс көрем. Ол не прогресс? Ол біздің буын алмасу кезең өтіп жатқаны. Мен бүгін соған бір тағы да көзім жетті. Әрине бізде жүйелі ойын болмады. Бас бапкер келгеннен кейін бірден команда супер нәтиже көрсетіп кеткен жоқ. Бірінші матч Норвегиямен тең ойнаған кезде бәріміз кәдімгі Холланд тоқтаттық. Әрі қарай енді Аустрияда, Словенияда кішкене бір оңай болады деген сияқты ой болған. Лично менде, бірақ мүлдем олай болған жоқ. Біз енді тең ойыннан кейін қатарынан жеңілдік. Енді бүгінгі матчқа тура келетін болсақ, енді бүгінгі ойында сол тәжірибелі, біз күткен, егер ол ойыншылар шықпаса, Абат қайда, Исламхан қайда, Тағберген қайда, Самородов қайда деген сұрақтар қойылмайтындай құрам шықты. Бірақ Рамазан Оразов бұл ойынға жалпы шақырту да алған жоқ. Енді оның себебін өзі де түсіндірді. Қалыпты ойын жоқ, кішкене бір түсініспеушілік те болған шығар. Енді оны ашып айтпады, бірақ енді қысқасы Оразовсыз ойнадық бүгінгі матчта. Шабуылда Абат, қорғаныста сол Марачки мен Әлібек Қасым, және қапталда Вараговский, мына жақта Сұлтанбек Астанов. Енді бізде оң қаптал бір проблемный десек болатын шығар, өйткені бұл жақта енді Марат Быстров ойнайтын, Бағдат Қайыров ойнайтын, Габышев ойнайтын, бірақ сонда да бір тұрақты бір ойыншы болған жоқ. Мысалы, сол қапталға уайымдамайсың, ол жақта Ян Вараговский бар. Бір өзі 90 минут ойнайды, және шабуылға да қорғанысқа да көмектеседі. Енді мына матчта Сұлтанбек Астанов шықты оң жақта, ортада Зайнудинов, Тағберген, Бауыржан Исламхан. Негізі құрам былайша айтқанда жаман емес. Алайда Зайнудиновта практика жоқ, Абатта практика жоқ, сол сияқты Оразовта да практика жоқ. Неге онда Оразов шақырылмады деген менде бір сұрақ туындайды. Зайнудинов бабында емес, ол көрінді ойында. Дарабаев шықты ортада, еще. Абат Айымбетов ол да формада емес, оны көрдік біз. Солтүстік Ирландияға жұлқынып барып, кәдімгі ортадан бастап қақпаға дейін жүгіріп гол соғатын Абат жоқ, өйткені практика жоқ футболда. Егер сен ойнамасаң, көп уақыт қосал құрамда отырсаң, онда сенің ойының жүрмейді деген сөз. Енді бұл жерде Черчесовта басқа амал қалмады ма деген сұрақ туындайды. Бірінші таймнан кейін бірден ауыстырып тастады Абатты, Рамазан Кәрімов шықты орнына, бірақ Рамазанның нәтижесі клубтық деңгейде де, ұлттық құрама деңгейде де қазір аса бір жоғары емес. Әлі жас, бірақ Еуропаның жас футболшылары, бұнда Рамазанның құрдастары қазір бір маусымда қазірдің өзінде 10-15 гол соғып үлгерді. Сондықтан да мына жерде енді Бранға қарсы ойында Рамазан керемет бір жарқ ете қалды. Одан кейін кішкене саябырсып қалды. Енді ол жерде Астана командасында да бәсекелестік бар, Аханону бар, одан бөлек енді Чинеду келгеннен кейін кішкене Кәрімовке де біраз қиындау. Дегенмен енді Ғалымжан Кенжебек 21 жасқа дейін өткенде Испанияға қарсы ойында жастардың дубль жасаған ойыншы, Пайруш шықты, Елімайда биыл жарқыраған. Қысқасы, мен бұл жерде жастардың алаңға шыққанына қатты қуандым негізі. Орталық қорғаныс шебіне Әділбек Жұмаханов шықты. 21 жастағы Әділбек Атырау командасының түлегі, ойыншысы, жақсы қосылды. Әрине, бір-екі жерде қателік бар. Енді ол дебют жасады, сондықтан да бұл жерде тәжірибенің жетіспеушілігі көрінді. Енді негізі мен Б лигасында қалғым келген өзімде. Енді командада сол үшін тұрысты, алайда біз С лигасына түсіп қалдық, ұшып кетті. Өйткені бізде 1 очко, Норвегиямен жеңген күннің өзінде де 3 очко, сонымен 4 біз 3-ші орынға көтерілдік.
көтеріле алмаймыз. Сондықтан да оның үстіне Норвегиямен ойында ол жеңіс бере салмайды. Мынандай жағдайда бас бапкер үлкен сынның астында қазір. Ол осыған дейін де міне ендігі ойын көрсетеміз деп келе жатыр, бірақ әлі де нәтиже болмай тұр. Және білесіздер, федерацияның басшысы қызметінен кетті Әділет Барменқұлов. Сондықтан да еді оны матч алдындағы баспасөз мәслихатында ойыншыларға да қалай әсер еткені көрінді. Ойын алдында да кәдімгі сізге рахмет деген футболкамен шықты. Әрине енді федерация басшысының жұмысы ол анық көрінді. Біз ұлттық құрама тарихында болмаған жетістікке жеттік. Еуропа чемпионатына сәл ғана қалды шығуға. Адиев керемет таңдау болды. Міне осындай жемісті жұмыстан кейін футболшылардың да қаншалықты разы екен, қаншалықты орны бөлек екенін сол матчтың алдында да сұхбатта да көрсете алды. Енді жалпы ойынның басы ол түсінікті. Аустрияның шабуылымен басталды. Біздің командада шабуылдады. Самародов кішкене дриблинг жасағысы келіп, алдағысы келіп, бір көзге түскісі келді, бірақ Самародовқа мүмкіндік берген жоқ. Жеп қояды аустриялықтар. Ондай талай шабуылшыларды көрген. Самародовқа кішкене уақыт жетпеді, жылдамдық жетпеді. Енді бұл жерде әйтпесе өзі барынша тырысып бақты. Қасында отырған Ербол Қайыров Максимге Рамазан Оразов жетіспеді дейді. Екеуінің бір-бірімен түсіністігі қарамай түсінеді. Соны Ақтөбеде кезінде керемет ойнаған. Сондықтан да осы жерде Оразов жоқ деп бір айтып қалды. Енді меніңше аса бір оған байланысты емес шығар. Оразов алаңда болса, Максим екеуі бір гол соғып кетеді деп айту қиын болды. Өйткені Аустрияның да қорғанысы өте мықты. Марочкин қызыл қағаз алып кетті. Негізі мен ойын кезінде де айттым. Жалпы 2-0 мен ұтылып жатып, камбэк жасаған ол әлдеқайда емес, жеңіл. Болады, олай істеуге болады. 2-0-ден 3-2 голға болады. Тағы да қайталап айтамын, ол Данияға қарсы матч тура солай болды. Ал егер сен 1-0 ұтылып жатып, оның үстіне 10 ойыншымен қалып қойсаң, ол мүмкін емес. Сен тем более Аустрия командасына қарсы сен камбэк жасай алмайсың. Сондықтан да Марочкин бұл жерде тиіспей қою керек. Барса барсын, тепсе тепсін, гол. Енді ана беліне қармап тұрып, құшақтап, оны құлату, ол анық қызыл қағаз. Ол анық команданы бір поставлять еткендей болды. Шыны керек, Адиев болмаса да, ол енді кішкене соны бір кәсіби футболшы ретінде ойлану керек етпеді сол кезде. 2-0-ден кейін әрі қарай тырысуға болатын еді. Егер 11-11 ойнасақ, 10 ойыншы жығылғанға жұдырық, одан сайын қиын болды бізге. Одан сайын гол соғу қиын болды. Ойынымызды реттеу қиын болды. Содан кейін соңына қарай уже бас бапкер тәуекелге барды. Жаңағы жастарды шығарды, шабуылдап та көрдік 10 ойыншымен де. Болады Аустрияға қарсы ойнауға. Бірақ қызыл қағаз негізі құртты бәрін. Қызыл қағаз құртты, әйтпесе өлдім дегенде кемінде бір гол соғуға болатын еді. Өйткені жанкүйерлер голды күтті. Ойлаңыз енді, Норвегияға соққан жоқпыз, Словенияға соққан жоқпыз, Аустрияға соққан жоқпыз, тағы да Словенияға соққан жоқпыз, тағы да Аустрияға соққан жоқпыз. Енді Норвегия тұр алдымызда. Енді бас бапкер матч алдындағы сұхбатында бізді Люксембургтан да жеңілгенімізді, Әзербайжанмен ойнағанда жеңілгенімізді, өзі бас бапкер емес болған кезде де, мысалы, соңғы уақыт ұтылдық қой енді Черчесовқа дейін жолдастық матчтарда да соны айтады да. Енді маған дейін де нәтиже қатты керемет болмаған. Сондықтан мен қазір сондай команданы бірден вау деп Б лигасындағы топта ұтатындай жағдайға жету ол қиын, но біз тырысамыз дейді. Енді білмеймін. Менің бұл жерде ойым әрине тырысады. Мен футболшылар енді шама келгенше, мен өзім енді әуесқой деңгейде футбол ойнаймын. Сіз мысалы көріп отырған, сіз де әуесқой деңгейде футбол ойнайтын шығарсыз. Мүмкін бұрын кәсіби деңгейде ойнаған шығарсыз. Бірақ мықты командаға қарсы ойнау өте қиын болады. Барыңды саласың, миыңда көп нәрсе тұрады, бірақ сол миыңдағыны жасай алмайсың. Оған сенің деңгейің жетпейді, оған қарсылас мүмкіндік бермейді. Бұл жерде деңгей. Мысалы, неге Адана Демирспорда негіз құрамда шықпайды? Хотя бы неге оны 70 минутта әр матчта шығармайды? Сол сияқты Зайнуддиновты да неге оны Бешикташта оны ойнатпайды? Өйткені бәсекелестік деген нәрсе бар. Бәсекелестікке сен төтеп берсең, пожалуйста, келді ойна, жыртып таста, дәлелдеп таста. Міне, осында сондай себептер ұлттық құрамаға келеді. Бізде топ деңгейдегі ойыншы болса, сен 3 қорғаушымен де, 4 қорғаушымен де, 2 қорғаушымен де сен ойнайсың. Бір нәрсе жасайсың. Бұл жерде деңгей, сол деңгей.
Деңгейді не істейміз енді? Деңгейді бірден көтеру, мысалы қазір 30-дан асқан футболшылардың деңгейі бірден артып кетті деп айту қиын. Барлығы сол жастардан басталады. Кенжебек, Пайруз, Кәрімов, міне осылар осы додаға кірді, ұлттық құрама деңгейінде. Енді осылай қалыпты деңгейде ойнай берсе, өз клубында ойнаса, қалыпты жағдайда онда міндетті түрде көтеріледі. Ал не істейді бізде? Клубтық деңгейде легионерлер оның позициясын алып алады. Ол сосын легионер жарақат алғанда немесе клубтық матчта алаңға шығады да, анда-санда ойнайтын бір футболшы болып қалады. Сосын ұлттық құрамаға келген кезде ол тосылады. Көп жағдайда решать етпейді. Міне мәселе сол деңгейде. Әйтпесе Черчесов Ресеймен де, Ференцварошпен де негізді көрсеткен бапкер. Бұл жерде айналып келгенде біз қазір енді айтады ғой, Пеп Гвардиоланы әкпесең де осындай, ол бапкердің философиясы, бапкердің тактикасы, оның нұсқауы, ол үлкен өзгеріс ол командаға әсер етеді әрине. Бірақ футболшың егер дриблинг нашар болса, ол қақпаға допты дұрыс теуе алмаса, онда бір нәтиже шығару қиын. Сондықтан да бұл жерде бұл жеңіліске ойыншылардың да деңгейінің сәл Аустриямен салыстырғанда кішкене аздығы да бар, төмендігі, және бас бапкердің де бәлкім дұрыс бір нұсқау бере алмай жатқандығы да себеп болуы мүмкін. Енді бұл жерде әркімнің өз ойы, сіз өз ойыңызды пожалуйста комментарийге жазыңыз, сол жақта өзіміз пікір таласып бір нақты себебінде анықтай жатармыз. Енді бұл жерде лайықты жеңіліс деген бар да, мысалы лайықты жеңіліс деген ұлттық құрамада ондай ойындар көп болған. Мысалы барын салады, но ұтылып қалады, есеп тұтылады, бірақ ойында кәдімгі тең ойнайды. Енді біздің соңғы мына ойындарымыз ойында да жеңіліп қалдық, есепте де жеңіліп қалдық. Бір обиднасы менің күткен бір гол соқса, біздің жігіттер кәдімгідей серпіліп кететін еді, кәдімгідей ойын өзгеретін еді. Сол бір гол жетпей жатыр. Мысалы, қазір бүкіл команда футболды үйренген. Сіз Фарер аралдарының ойыны басталды сол матчтан кейін, біздің ойыннан кейін. Арменияға қарсы ойнады. Фарер аралдары 1-0 есебімен Арменияны жеңіп кетті. Сіз Фарер аралдарын қашан көрдіңіз? Армения сияқты командалар жеңгенін. Олар жеңбейтін. Олар ұтыла беретін. Қазір міне деңгей көтерді. Нәтиже бар. Сырт алаңда Арменияны 1-0 ұтып кетті. Фарер аралдары. Бұл сенсация. Қазір Люксембургымыз дамықты. Қазір Лихтенштейн дамықты. Қазір Гибралтар да ойнайды. Сондықтан да осылар бейтіп келе жатқан кезде біз көтерілуіміз керек. Жарайды, С лигасына түсіп қалдық, ол да ештеңе етпейді. С лигасында да мықты командалар бар. С лигасынан әрі қарай ойынымыз жетілдірейік. Енді бұл жерде бас бапкердің тағы да бір сөзіне келсем, жарайды, енді ұлттар лигасында ұтылдық. Ештеңеге қайтарып ала алмайсың, өткен болғаныс болды. Енді осы қалған бір ойын бар, жаңа жолдастық матчтар бар. Осы жаңа Кенжебек бар, Пайруз бар, Кәрімов бар, жаңа Жұмаханов бар. Осындай жас буынды әрі қарай ойнатып, әрі қарай жетілдіріп, жаңағы 4 қорғаушы болсын жарайды. Жетілдіріп, алдағы әлем чемпионатының іріктеуінде нормальный, достойный ойнау. Және ұлттар лигасының С лигасында да жақсы нәтиже көрсетіп, Б лигасына өту қайтадан. Міне осыған амал жасайды деген ой енді. Одан бөлек біз енді кейде бір мынандай ой келеді. Отырып, осы Еуропада қала бергенді мен дұрыс деп есептейтінмін. Чемпиондар лигасында ойнайсың, жаңағындай Челси бар, басқа командалар келеді. Олардың келуі біздің балалардың футболға деген қызығушылығын арттырады. Біздің деңгейіміз солармен бәсекелесіп жүріп көтеріліп кетеді деп. Қаншама жыл болды, клубта да, ұлттық құрамада да қалыпты ондай үрдісті мен байқаған жоқпын. Сондықтан да мысалы қарап отырам, Азия аймағындағы іріктеу әлем чемпионатына Өзбекстан мен Қатар құрамасы ойнап жатады. Қатар 2-0 ұтып жатады да, Өзбекстан теңестіреді. 2-2 соңғы минутта Қатар жеңісті гол соғып кетеді. 3-2. Өзбекстан командасы маған ойын ұнайды. Өзбекстанның футболшылары Ресей чемпионатында, топ-5 чемпионатта, Франция чемпионатында ойнайды. Енді соның дәлелі қазір команда 2-ші орында, 10 ұпай бар. Мына топта мысалы 1-ші орында қазір Иран келе жатыр, 13 ұпай, 2-ші орын Өзбекстан 10 ұпай, Біріккен Араб Әмірлігі 7, Қатар 7, Қырғызстан 3, Солтүстік Корея 2 ұпай, соңғы орында 6 команда. Бірінші, екінші орын алған команда әлем чемпионатына кетеді. Қалған 3-ші, 4-ші орын алған команда әрі қарай мүмкіндік алады, тағы да ойындар өткізеді. Сонда Өзбекстан қазір 2-ші орында тұр. Олар бүгін Қатардан ұтылып қалды, бірақ әлі алдағы Өзбекстан құрамасының ойындарын қарасақ, әр бір талай ойын бар, 5 матч бар. Өзбекстан Солтүстік Кореяны жеңеді, бетон. Өзбекстан Қырғызстан тұтады,
Өзбекстан Иранменен ұтылады деп есептей беріңіз жарайды. Бірінші орынмен кете берсін Иран. Біріккен Араб Әмірлігін Өзбекстан жеңеді. Соңғы ойын енді Катармен ол тіпті ештеңе шешпеуі де мүмкін, ұтса да ұтылса да. Сондықтан да бұл Азия арқылы әлем чемпионатына шығу әлдеқайда қазір жеңілдеу сияқты. Және мына қарсыластар тіпті Өзбекстанмен де біз ойнап, Өзбекстан құрамасында жеңуге шамамыз жетеді. Жолдастық матчтар болса көріп жатармыз, бірақ ресми матчта Өзбекстан командасын ұтуға шама жетеді. Сол сияқты Катар командасында, сол сияқты Корея, солтүстік Қырғызстанды да Біріккен Араб Әмірлігінде. Кейде ойлаймын енді, осы бір Азия құрлығына ойнағанымыз дұрыс па еді? Сол жақта әлем чемпионатына шығып жүретін бе едік, Азия чемпионатында ойнап бір чемпион атанып қоятын ба едік деген ойлар келеді. Бірақ енді ол уақыттың еншісінде де шығар, бәлкім, кім біледі. Дегенмен де мен Өзбекстан құрамасы үшін енді қуаныштымын. Екінші орында тұрғанына және әрі қарай әлем чемпионатына шығуға мүмкіндіктері бар. Әлем чемпионатына шықса, ол бізге де, біздің футболшыларымызға да, бізге де бір үлкен мотивация болады деп ойлаймын. Енді көршілес елдер Қырғызстан шығып жатса да дәл солай, бірақ енді Қырғызстан мына жерде мүмкіндігі аздау. Бұл жерде Өзбекстандікі әлдеқайда көп. Енді бұл отырасында кейде қызығып кетесің. Бірақ менде ұлттық құрама бір, ол Қазақстан ұлттық құрамасы, менің футболшыларым, ол Тағыберген, Исламхан, Қасым, Кәрімов, Пайруз. Мен осы құрамаға жанкүйермін. Ол жеңіл бәрібір. Бірақ іштегі ойды айту деген ол әркімнің өз ойын білдіруге құқылы. Сондықтан да мен осы матчты жүргізгеннен кейін кішкене осындай бір тоқтамға келдім. Буын алмасу процесі өтіп жатыр. Сәтті өтіп кетсе, әрі қарай біз мүлдем басқа Қазақстан құрамасын көреміз деген ойдамын. Ләйім солай болсын. Алда енді әлем чемпионатындағы іріктеуде қарсыластарымызды анықтаймыз, және соған байланысты енді ойындарды да міндетті түрде күтетін боламыз. Және бүгін енді күн суық болды. Жанкүйерлер келіп, соңына дейін қолдау білдірген жерлестерге үлкен рахметімді айтамын. Біраз трибуна бос болды, енді түсінуге болады, ауа райы қолайсыз. Дегенмен осындай суыққа қарамастан 10 ойыншымен екінші таймда біздің команда Аустрияға гол соққызған жоқ. Сондықтан да бұл жерде енді кінәлау, осылай отырып алып, анау жаман, мынау жаман деп айту ол оңай. Бірақ бұл жерде по факту сынды айта білгенде дұрыс. Бірақ кім жаман, анау жаман, кім жаман, мен жақсы деген сияқты ондай мен дұрыс деп есептемеймін. Ең бастысы бұл жерде бапкер тактика қояды, футболшылар соны істеуге тырысады. Сондықтан да сұрақ спрос кімнен? Бапкерден. Бапкер пресс-конференцияда оған жауап береді. Ал оның әрі қарай жұмысы қалай болады, ол уақыттың еншісінде. Сондықтан да менің ойым осы. Мен тек қана алдағы уақытта Қазақстан құрамасынан жеңіс күтемін. Ал сіз матчқа байланысты не ойлайсыз? Өз ойыңызды комментарийге жазыңыз. Және қадірмен достар, менің Ерспорт деген YouTube арнамен бірге Telegram каналымда бар. Соған тіркеліп қойсаңыздар болады. Мен описаниеге сілтемесін қалдырамын. Өтіп, күн сайын жаңалықтан хабардар болып отырыңыздар. Мен ол жақта белсендімін. Ендеше келесі кездескенше назарларыңызға үлкен рахмет. Каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызды міндетті түрде жазыңыздар. Және көптеген менің достарым көріп отырған каналға тіркелмей көре салады. Қиын емес, подписаться дегенді баса салыңыз. Ол біз үшін үлкен бір мотивация болады, кішкене бір қуанып қаласың. Сондықтан да алдын ала үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Модричтің пасы, Бенземаның басы, Рюдигердің көз жасы.